Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін бір тестадан осындай екі түрлі печенье дайындайтын боламыз. Өте жұп-жұмсақ болып шығады. Базардан сатып алғанша өздеріңіз балдарыңызға жасап берсеңіздер болады. Ең алдымен бізге керегі 100 грамм сарма, 2 жұмыртқа, қант 100 грамм, 200 пен 250 аралығында ұн қажет болады. Ең бірінші қантымызбен сармайымызды салып, жұмыртқамызды салып, вилканың көмегімен жақсылап біркелкі етіп араластырып аламыз. Араластырып болған соң алдын ала електен өткізілген ұнға осыны 1 шай қасық разрыхлительді салып, жұмыртқа қосылған массамызға ұнымызды салып біркелкі етіп вилканың көмегімен жақсылап араластырамыз. Қолмен араластырудың қажеті жоқ. Осындай консистенция болған кезінде қамырымызды екіге бөліп, бір қамырына осында 1 ас қасық какаомызды саламыз да жақсылап араластырамыз. Үстіне 10-15 граммдай ұнымызды қосып, тағы да араластырамыз да. Араластырып болған соң бетін жауып, тестаның холодильникке қоямыз. Сол кезде қамырымыз қататын болады. Екінші тестамызға осында краситель қосамыз. 1 шай қасық толтырып, немесе 1 ас қасық толтырмай осыны сасаңыздар болады. Сосын лопатаның көмегімен жақсылап араластырамыз. Тағы да 10-15 граммдай ұн салып, бір араластырып, тестамызды холодильникке қоямыз 1 сағатқа. Енді 1 сағат өткенде көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз қатып шығады. Осында қасықтың көмегімен алып, өзіңізге керек размерін осыны домалақтап, сосын сахарный пудраға аунатып аламыз. Сол кезде әдемі болып шығады піскен кезінде. Барлығын осылай жасап, қызып тұрған пеште 180 градуста піседі. Келесі осы красный бархат печеньесін дайындаймыз. Осылай қасықтың көмегімен де алып, қолымызбен домалақтап, сахарный пудраға аунатып аламыз. Барлығын осылай жасап шығамыз. 180 градуста қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Видеода көрсетілгендей алшақтау қоясыздар, сол кезде піскен кезде жабысып қалмас үшін. Өте жұп-жұмсақ болады, сіздер де дайындап көріңіздер. Алда менің жаңа видео рецепттерімді бірінші болып көріңіз келсе, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.